Бәріңізге сәлем, бұл Алтын Балық каналы. Бүгінгі видеода сіздерге мем, яғни видеоның соңында қолданылатын қызықты видеоны көрсететін боламын. Мем дегеніміз смайлик немесе қызықты бір суреттер секілді сөйлемей-ақ өзіміздің көңіл-күйімізді білдіретін видеолар. 1000 тіркелушіге жеткізген сіздерге көп рахмет. Егерде сіз тіркелсеңіз, сізге көп рахмет. Тіркелмеген адамдарға төмендегі подписаться кнопкасын басып, қасында қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бейші жерлеушілер, бұл видео осыдан 3 ай бұрын түсірілген болатын. Бұл видео басқа видеоларға қарағанда өте тез таралып, кеңінен қолданыла бастады. Бұл видеоның танымалдылығы соншалық, тіпті бұл видеода адамдар Майнкрафт, GTA немесе тағы да басқа ойындарда кездеседі. Онымен қоймай, бұл адамдардың кейбір елдерде ойыншықтарын жасап шығарған. Бұл видеоны TikTok түсіретін адам тауып, өзінің шаңғымен құлаған сәтіне пайдаланып, және оған музыка қосып, өте әсерлі видео жасаған. Осылайша видео өте тез таралған, және видеоны көруші адамдарға видео өте қызықты және күлкілі болғандықтан, өздерінің видеоларының соңына пайдаланған. Бұл видеоның түп нұсқасы аз уақыт ішінде 4,5 миллион көрермен жинаған. Видеодағы адамдар шын мәнінде хит музыкаға билеп жатқан жоқ. Олар өздерінің жұмыстарын жасап жатыр. Видео Африкадағы Ган деген жерде түсірілген. Бұл елде өздерінің туыстарымен басқаша дәстүрмен қоштасады. Яғни бұл елдегі адамдар өздерінің туыстары билеп шығарып салып жатқан адамдарға ақша төлейді. Осылайша өздерінің туыстары жатқан жері жайлы болады деген сенімдері бар. Бұндай шығарып салу $800 мен $1200 аралығында. Бұлайша туыстармен қоштасу 2015 жылы 2017 жылдарда жаңалықтарда айтылды. Алайда олар өте таныла қоймаған секілді. Бүгінгі видеоны соңына дейін көргеніңізге сізге көп рахмет. Сізге көп рахмет. Егерде бүгінгі видео ұнаса, төмендегі поделиться кнопкасын басып, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіңіздер. Және подписаться кнопкасын басып, қасындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.